Менің бейнемді кездейсоқ көргендердің барлығына сәлем. Сендермен бірге мен қысқаша шолу. Бүгін біз Наноның ісін оның жаңа мектебінде тағы да талқылаймыз. Бүгінгі жағдай сізді де таң қалдыруы мүмкін, өйткені біздің күтушіміз көңілімізді қалдырмайтынын білеміз. Осы уақытта біз мектепте мереке болғанын және бейне жазба болғанын көреміз. Кенеттен Нано пайда болды және бүкіл шоуды өшірді, бірақ ол билей берді және шоу жалғасты. Кейінірек Наноның жаңа студент екендігі анықталды. Енді ол Хан есімді әдемі студентпен сөйлесті. Екеуі бір-бірімен еркін сөйлесті, сондықтан видеограф оларды бірден біріктіріп Ханно деп аталатын Facebook парақшасын жасады. Осыдан кейін осы екі кездейсоқ жұпты ұнататын және қолдайтын көптеген адамдар болды. Бірақ кенеттен біреу Ханно пейджге ашуланғандай болды. Мұны ұнатпайтын адам Юй болды. Ол ұзақ уақыт бойы Хананың құпия қызы еді, бірақ олар қарым-қатынастарын ашуға батылы бармады. Юй бұл матчты ұнатпады, бірақ Хан өтірік айтқысы келді, өйткені ол Facebook-тегі ұнатуларын жоғалтып алудан қорықты. Шындығында Юй бастапқыда жігітінің танымал болғанын қалады, өйткені ол әйгілі жігіті болса, жеңімпаз бола аламын деп ойлады. Алайда Хан Наномен жұптасқан жағдайда бұл оны өзіне сенімсіз сезінгендей болды. Кенеттен видеограф Ханнаға Наноның жоғалып кеткенін айтты, сондықтан Хан оны табуға асықты. Содан кейін сол оператор келді. Бір сәтте Хан ванна бөлмесінен Наноны ес-түссіз тауып алып, оны сыртқа шығарды. Бұл әрекет Юйді қатты қызғандырды. Нано сонымен қатар Ханды барлығының көзінше құшақтады, өйткені ол тарақанды көріп, өлімнен қорқып кетті, ал әдемі адам оған көмектесек деген ой оны қуантты. Бұл тағы да Наноның тұзағы болғаны белгілі. Айналасындағылардың бәрі шынымен кездесуде деп айқайлады. Нано, ол айтпа, мүмкін Ханнаның сүйіктісі бар шығар деп жауап берді. Алайда бұл адам өзінің еркін екенін айта берді және Нанодан көпшілік алдында оның сүйіктісі болуын өтінді. Нано да келісті, бірақ бір шартпен: Хан оны тастап кете алмады. Содан кейін Нано Юйдің бетіне қарап жұмбақ күлімсіреді. Күн өткен сайын Ханна мен Нано арасындағы махаббат өсіп, бүкіл мектепте мұғалімдердің де, оқушылардың да жүрегін дүр сілкіндірді. Барлығы өте риза болды және ерлі-зайыптылардың сүйіспеншілігін қолдады. Олар тіпті мектепте бөлісу және сату үшін кәде сыйлар жасады. Фейсбуктегі атақ пен лайк та өсе бастады. Бір күні түнде Хан Юймен кездесуге келісті, өйткені олар ұзақ уақыт бойы бір-бірін сирек көретіндерін айтты, бірақ кенеттен Нано бөлмеге кіріп, ол қорқынышты түс көргенін және Ханнамен біраз уақыт бірге болғысы келетінін айтты. Тиісінше бұл адам Юйге берген уәдесін қайтадан бұзуға мәжбүр болды. Бірде мектепте би кеші болды. Нано мен Ханнаның би қимылдары оған сәйкес келмейтін болып көрінгенде Юй қатты ашуланды. Хан оның артынан бөлмеге барып, оны жұбатты. Юй Ханнадан барлығына Нанодан бірден ажырасатынын жариялауды өтінді. Хан тартынды, өйткені ол өзінің жанкүйерлерінің санына мән берді. Алайда табандылықтың арқасында Хан бұл ұсынысқа келісті, бірақ оны 2 күнде жасауға уәде берді. Кенеттен Нано оператормен бірге не болып жатқанын жазу үшін кірді. Қысқа уақыт ішінде Юй Ханнаны Нанодан жұлып алған 3-ші қосымша сияқты көрінді. Хан Юйді қорғау үшін ештеңе айтқан жоқ, бірақ Наноны қуып жіберді. Наномен жалғыз бөлмеде болған кезде Хан бәрін және Юймен қарым-қатынасын мойындады. Алдымен Нано қорқып жылады. Керісінше біраз уақыттан кейін ол жынды сияқты күліп, мен мұны сенімен қарым-қатынасым басталғанға дейін білдім деді. Хан есеңгіреп қалды, өйткені ол Наноны қарапайым қыз сияқты әлсіз деп санады. Нано сонымен бірге егер ол ажырасуды жариялаудан бас тартса, ол барлығына оның Юйге ғашық болғанын. Оны істегеннен кейін Нано өзінің беделінің жойылғанына көз жеткізді. Бұл жағдайда Хан қатты қорқып кетіп қалды. Енді екі құпия ғашық Наноға түсіп қалды. Наноны масқаралау үшін олар Наномен флирт жасап, оларды суретке түсірген адамды да жалдады. Суреттерді мектеп тақтасына ақымақтықпен іліп қойған адам Юй болды. Онда Юйді барлық басқа студенттер суретке түсірді. Енді ол басқа адамдардың көз алдында одан да жаман болды. Осыдан кейін мектептегі барлық адамдар Юйді көбірек жек көре бастады. Әрқашан оны жақсы көретінін айтқан адам жасырынып, танымалдылығын жоғалтып алудан қорқып, оны қорғау үшін шығудан. Осыдан кейін Юйді Нано мен Ханнаның жанкүйерлері болған студенттер тобы оның беті мен денесі сіңгенге дейін ұрып тастады. Дегенмен ол тоқтаудан бас тартты және Наноны жеңудің басқа жолын табуға тырысты. Бұл жолы Ханна Нано өлген болуы керек деген ойға келді. Содан кейін ол біраз уақыт қайғылы болып көрінді. Осыдан кейін олар қайтадан бірге болады.
Хан Юйді жақсы көретінін айтты, бірақ мұқият тексергенде бұл адам өзінің даңқын жақсы көретіні белгілі болды. Жоспарлаудан кейін екеуі де Нанноның мектептің төбесіне жалғыз шығу үшін алдамшы хат жазды. Содан кейін Юй Нанноны бетінің ортасына таяқпен ұрды. Біраз уақыттан кейін дене жерге құлады. Хан көмек сұраған қайғылы өтінішті бейнелеуге тырысты. Әрбір жанкүйер Нанноның жоғалғанына қайғырды. Осы уақытта Юй Нанноны ұрған кездегі әрекет туралы ойлады, бірақ ол Нанноны төмен итермеді. Хан қуанышпен Юйді қарсы алуға жүгірді, өйткені олар енді қайтадан бірге болады және оларды ешкім мазаламайды. Алайда олар Ханнаның қайғы қасіретін жалғастыра беретін жоспарды ұстанды, ал Юй өзін Нанноға арнау үшін онақ болуы керек еді. Кенеттен біреу Ханнаны ауруханаға шақырды. Дәрігер Нанноның өмірін сақтап қалғанын айтты, бірақ ол өмірінің соңына дейін вегетативті болып қалады. Ол оған мәңгі қамқорлық жасауға дайын адамдарға жүгінді. Жанкүйерлер Хан Нанноға мәңгі қамқорлық жасайды және оны ешқашан тастамайды деп ойлады. Сондықтан таңдаусыз Ханна өзінің даңқы үшін Нанноға мәңгі қамқорлық жасауға мәжбүр болды. Екінші жағынан, Юй өзінің іс-әрекетінен өкініш пен азаптан басқа ешқандай пайда көрген жоқ. Кино соңы тәмен. Егер ұнаса арнаға жазылып лайк басып кетіңіз.